Біз 6-шы сабақта сызықтық функцияның графигін сызу ережелерімен таныс болдық. Бұл сабақта бұрынғы алынған білімді пайдаланып, қолданбалы есептерді шешетін боламыз. Бір жерден шыққан екі автокөліктің жүрілген жолдарының уақытқа тәуелділігі мынадай болсын. S1 тең 3t минус 1, S2 тең 2t плюс 3. Бұл автокөліктер бір-бірін қуып жете ала ма? Қуып жете алатын болса, қай уақытта кездеседі? Бұл сұрақтарға жауап алу үшін екі түзудің орналасуын еске түсірейік. Егер К1 мен К2 тең емес болса, онда бұлар қиылысады деп айтқанбыз. Олай болса, қуып жете алады. Енді екі автокөліктің жолдарының уақытқа тәуелділігін сызып көрейік. Екі функцияның t тең 4 нүктесінде қиылысқанын байқауға болады. Демек, екі автокөлік 4 сағаттан кейін кездеседі деп жауап береді екенбіз. Аналитикалық жолмен шешіп көрейік. Екі автокөлік кездесу үшін жүрілген жолдары бірдей болу керек, яғни S1 тең S2. Олай болса, 3t минус 1, 2t плюс 3-ке тең, осыдан t тең 4 екені шығады. Енді мағынасына үңіліп қарасақ. 3t минус 1 деп отқанымыз, ол біздің 3 көбейтілген t минус 3-тен 1. Ал 2t плюс 3 деп отқанымыз, ол 2 көбейтілген t плюс 1,15. Яғни біріншісі 3-тен 1 сағат, яғни 20 минут кеш шыққан. Ал екінші автокөлік 1,5 сағат ерте шыққан, бірақ оның жылдамдығы біріншісіне қарағанда 2-ден 3 есе аз. Енді кез келген екі айнымалы сызықтық теңдеулер жүйесі берілсін. 2x плюс y тең 3, 3x минус 4y тең 7. Екі теңдеуде сызықтық тәуелділікке жатады, себебі y тең kx плюс b шартын қанағаттандырады. Мысалы, бірінші теңдеуден y тең минус 2x плюс 3 екенін көруге болады. Екінші теңдеуден y тең 4-тен 3x минус 4-тен 7. Егер оның сызықтық тәуелділікке жататынын білсек, бұлай y-ті x арқылы өрнектеудің қажеті жоқ. Бірден графигін саламыз. Біріншісінің графигін салып көрейік. X тең 0 болса, y тең 3 болады. Y тең 0 болса, x 1,15-ке тең. Екінші теңдеуді өзімізге ыңғайлы болу үшін 4y тең 3x минус 7 деп алайық. Онда x-тің мәні 1 болса, минус 1-ге тең болады. 3 болса, 0,15-ке тең екенін байқауға болады. Суреттен, екі функцияның қиылысқан жеріндегі x-тің мәні 1,17-ге жуық, ал y-тің мәні минус 0,15-ке жуық екенін байқауға болады. Жауапты тексеру үшін қайтадан аналитикалық жолға салып көрейік. Олай болса, y тең минус 2x плюс 3, y тең 4-тен 3x минус 4-тен 7. Екі жағын теңестіру арқылы x-тің мәні 11-ден 19, ал y-тің мәні минус 11-ден 5 екенін шығарып аламыз. Біз берілген сызықтық теңдеулер жүйесін екі түрлі тәсілмен шештік. Бұдан не байқадық? Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешудің графиктік тәсілінің бір кемшілігі, есептің шешімі әрқашан дәл анықтала бермейді, яғни жуықтауды да қолдануымыз мүмкін. Дегенмен бұл тәсілмен шешудің өз артықшылықтары бар. Кейбір есептер аналитикалық түрде шешілмеуі мүмкін. Сондай жағдайда графиктік жолмен шешіп, жуық мәнін таба алатын боламыз. Мұндай есептерді біз жоғары сыныпта кездестіретін боламыз. Сонымен біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің тағы бір тәсілін үйрендік. Бұл тақырыпты қаншалықты меңгергеніңізді тексеру үшін тақырыптық тестті тапсыруды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше.